Сәлем достар, Антистамброс командасы бүгін Star of Asia фестивалінде қонақта. Внимание жетіспей қалған кезде қандай сезінесіз өзіңіз? Вообще ойланатында мүмкіндік жоқ, ондай ғой. Оны білу керек. Халықты қорқытамыз. Антистамбросқа сәттілік тілейміз. Әрдайым самая вышкада болдыңдар. Самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Сәлем достар, Антистамброс командасы бүгін Star of Asia фестивалінде қонақта. Бүгін біздер медеу аспанында, медеу мұз айдында жұлдыздар жауған күн. Сонымен фестивальді ары қарай көріп жалғастырайық. Жұлдыз болу үшін не істеу керек жалпы? Жұлдыз болу үшін ешқандай нәрсені істеу керек деп ойламаймын. Біріншіден сенің өзіңде талант болса, ажағында өзі халық сені көтеріп алады ғой. Внимание жетіспей қалған кезде қандай сезінесіз өзіңізді? Болады ғой сондай, мысалы жұлдыздар болады, сізге сондай сезімдер болып тұра ма жалпы? Ол болған кезде де қалай оны жеңесіз? Внимание жетіспей қалған кезде енді оны байқайсың, жаңағыдай сезесің. Бірақ ол мүмкін солай болу керек шығар деп өзім тұжырымдай. Сабыр етесің әрине ол. Внимание жетіспеудің өзі кішкентай бір нәрсенің болуы да бір жоғары жақтың сигналы ғой, Аллах тағаланың өзінің бұйрығы. Яғни бұл сигнал жетіспей жатса, сіз осылай мысалы жүресіз да, барып, значит, бұдан да көбірек жұмыс істеу керек екен сияқты. Иә, бұдан да адам өзінен көру керек. Бұл үшін жалпы не істеу керек? Оның формуласы бар ма? Формуласын мен білмеймін, бірақ жұлдыз болу үшін өте көп жұмыс істеу керек, ол біріншіден. Әрине талант болу керек, бірақ менің ойымша бірінші орында жұмыс істеу ол важнее, да? Одан кейін тағы бір ерекшелігі, фестивальді 3 топқа бөлген. Сахнаның тура алдында бұрынғы заманның лигасына ұқсайды жүйесіне. Сондай үш деңгейге бөліп тастаған енді өкінішке орай. Жақсы, осы уақытқа дейін сендерде бір комплекстер болған шығар, бойларындағы комплексттерді қалай жеңдіңдер? Жеңе алмай жүргендер адамдарға қандай не бересіңдер? Ақыл, кеңес. Ең басты тоқтамау керек, алға қарай тек беттей беру керек, бір орында тұрмау керек қой. Сен өзіңде бір комплекстер болды ма? Мысалы, бір бойым кішкентай деген сияқты, бір даусым не то деген сияқты. Жоқ, ешқандай комплекс болған жоқ. Алланың берген денесі, солмен жүреміз, өміріміз сүреміз. Егер сізге бір мүмкіндік болса, супер силаға ие болатын жағдай ерекше күшке қандай таңдар едіңіз? Мысалы, невидимка болып кету деген сияқты. Қазақтың халқының санын көбейтер. Супер сила болатын болса, енді ол сиқырлы күш сияқты нәрсе ғой, дүние ғой. Кәдімгі қазақтың саны 18 миллион болатын болса, 180 миллионға дейін кәдімгідей сондай бір көмектес, сондай бір жұмсар едім. Сіз енді өзіңіздің бойыңызда осы уақытқа дейін болған комплекстер болды ма? Соны жеңген жалпы? Әрине комплекстер менің ойымша әр адамда, әр жұлдызда болады. Менде де өте көп комплекстер. Оны жеңу үшін не істеу керек? Оны жеңу үшін онымен күресу қажет жоқ. Жай оны оны білу керек, жұмыс істеу керек сол комплекстармен, бірақ жеңу қажет жоқ. Өйткені менің ойымша кейбір кезде комплекстер адамның изюминкасы болады сол комплекстер. Сендердің осы
игіліктеріндегі ең қымбат зат не? Мысалы, қалыптарында болсын, жалпы телефон, машина, көлік. Ең қымбаты ата-аналарымыз, бауырларымыз. Жалпы өзіңіздің бойыңызда комплекстер болды ма осы жолда жүріп? Кейде болып қалады ғой. Адам деген өзімен күреседі ғой. Әрдайым өзіңмен сырт келбетіне, бір нәрсесіне риза болмайды. Қандай жеңдіңіз өзіңізді? Менде комплекс деген нәрсе жоқ. Ұялмаған әнші болады деген сияқты. Ұялмаған әнші болады деп айта береді ғой енді оны. Бірақ енді бір ұялмағаннан әнші болып кеткен ештеңем жоқ. Мен өзі әлім келетін дүниені істеймін. Әлім келмесе қоя саламын. Өзіңізден көріп тұрғандай менде қазір мұрт өсіп жатыр. Бұл жаңа образ ғой? Образ емес, бұл клиптағы өзіміздің образымыз, соған дайындалып жатырмыз. Бірақ енді соған клипқа дейін жеткенге дейін қазір көрген адамың бар, инстаграмың басқа бар, кәдімгі жиіп жатыр да. Сенің ойбай мұртың анау пәленде түгел, біреу жарасады, біреу жараспайды. Деген сияқты, сондай сияқты жақсы жаман пікірлер бар. Оған да шыдау үшін адамға сабыр керек. Жалпы внимание жетіспей қалған кездер бола ма? Сол кезде не істейсіз? Жоқ, ондай менде болмайды. Өйткені мен өзім көп вниманияны жақсы көрмеймін, шын айтамын. Сондықтан мен үшін ол сондай бір проблема емес. Бақдәулет, мына бүгінгі фестиваль туралы айтып берші, бұл не жоба, қандай қызықтар болып жатыр, қандай жұлдыздар келіп жатыр? Бұл Алматы қаласындағы ең жоғарғы деңгейде өтіп жатқан іс-шара, музыкалық фестиваль Старого Вейжа деген. Бұл Қазақстанда, мысалға, елімізге, жерімізге ең басты шабыт беретін, көркем беретін мықты проект деп есептеймін. Кешеден бері, мысалға, бүгін немесе шетел жұлдыздар келіп жатыр, солармен бірге жақсы көңіл күйді көтеруді ұсынамын. Егер де сіздерге бір мүмкіндік болып жатса, суперсилаға ие болу. Кім қандай суперсиланы таңдар едіңіздер? Невидимка, мысалы, қолдан қол шағып жүру, біреудің ойын оқу деген сияқты. Білмеймін, қандай ой. Вообще ойланатын да мүмкіндік жоқ, ондайға. Ондай ойламаппын да вообще. Қалай жұлдыз болуға болады? Осының формуласы бар ма? Формуласы ол тек қана Алланың бағы ғой. Өзің ең басты еңбек. Еңбек етсең ерінбей деген сияқты. Сен өзің әрекетіңе қарай берекет береді өзі. Жата берсең аспанға аяғыңды көтеріп қойып, потолоктағы неге люстраға қарап жата берсең, түкте шықпайды. Сіздің бір кинода ашық сценада түскеніңізді білеміз да? Дублер болды. Жоқ, біз дублер алдық, конечно, профессиональный дублер. Өйткені ондай сценалар болады, ондай сценалар режиссерлар қойғанда, мен енді өз профессиям актриса болғаннан кейін мен режиссерға айта алмаймын, ой, мен олай түспеймін, бұлай түспеймін. Өйткені ол режиссердің идеясы, жұмысы, ол и менің де жұмысым. Бұл кино, ол кішкене, как говорится, как в жизни же, правильно? Ол дұрыс нәрсе. Сондықтан дұрыс нәрсе. Керек емес, түскен біз жақсы. Қоғам бізді дұрыс қабылдамайды. Білем, бірақ мен үшін ол кішкене проблема болған. Иә, өзіме. Мен режиссерға айтқанмын, мен неде түсемін сценада, бірақ маған дублер алыңыз деп. Жақсы. И маған режиссер Егор Андреевич Кончаловский маған айтқан сөздер осындай болған. Даже в Москве самые профессиональные актрисы отказываются, не могут сниматься в таких сценах, поэтому это нормально деп. Даже Ресей актрисалары дублер алады. Жақсы. А біз қазақ болғаннан кейін тем более.
Егер сізге мүмкіндік болса, егер бір супер силаға ие болатын болсаңыз, қайсысын таңдар едіңіз? Және оны қайда қолданар едіңіз? Мен суперсила болсам, менде я бы перемещалась в пространстве. Мысалы, бүгін мына жерде, ертең басқа жерде деген сондай. Сіз яғни өзіңіз ізденіп, өзіңіз келдіңіз осы жолға? Өзім келдім, Аллаға шүкір. Енді аға әпкелерім былай жаңағыдай ақылшы болып, жаңағыдай көмек берген болды, бірақ ең бастысы өзімнің қаражатыммен, өзімнің еңбегіммен, маңдай теріммен осы күнге дейін тайшатың болмағанмен қойшатың бар дегендей, осы қойшатыма дейін осы жерге дейін келіп тұрмын, Аллаға шүкір. Ары қарай енді бұл менің жасаған бір 10% жұмысым шығар деп ойлаймын. Бүгін сахнаға қандай ән алып шығасыз? Сахнаға шығасыз ба жалпы? Сен қорқақсың деп айтамын. Халықты қорқытамыз. Біздің каналға бір тілек айтып жіберсеңіздер, біз YouTube'да Антистан Брос деген канал, соған бір көрермендерімізге біздің каналға деген Антистан Про? Антистан Брос. Антистан Бросқа сәттілік тілейміз, әрдайым самая вышкада болдыңдар. Біздің каналға тілек тілеп кішкене көрермендерді қуантып қойсаңыз жалпы. Енді YouTube канал деген бұл енді халықпен етене байланысты дүние ғой, ішіне керек жаңа әлеуметтік желі. Сәттілік тілеймін. Осындай жүйелі бір санаға қонымды сұрақтар қойылып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан сендерге де саған да осы түсіріп тұрған оператор жігітке, ұжымдағы ұл қыздарға көп рахмет айтқым келеді. Қазақ үшін жасар дүниелеріңіз көп болсын. Біздің каналға өзіңіздің тілегіңізді білдіріп жүрсеңіз? Сіздердің каналдарыңызға көп жақсы көрермен тілеймін. Развивайтесь, работайте над собой, хороших вам читателей и контента, да. Спасибо, thank you so much. Dear friends, thank you. Достар, осымен Старовежа Алматы фестивалі аяқталды. Кейбір болған техникалық ақаулықтарға қарамастан фестиваль өте жоғары деңгейде өтті. Кореялық Астро тобын көруге көптеген фанаттар жиналған екен. Мына жердегі жастардың бәрі өте қатты күшті қолдап жатыр. Фестиваль өте маған қатты ұнады. Сонымен ары қарай көреміз. Менде сөз жоқ, жалпы барлық эмоция.